Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен ИПН және социальный налог бойынша қалай төлейміз төлемдерін. Платежи деген бөлікке өтеміз. Бұл жерде се деген бөліктен штрафы, налоги дегенді таңдаймыз. Соның ішінен платежи для ИП. Оның ішінен налоги, бұл налог қой. Налоги для ИП дегенді таңдаймыз. Оның ішінен УГД. Сіз мысалы қай аудан қала, Түркістан облысы 101-202 КБК кодын таңдайсыз ИПН бойынша. Және де УГД-ңізді таңдайсыз. Қай аудан, қай ауылдық округ, соны таңдайтын боласыз. Неге? Одан соң ИП атауын, название организация дегенге ИП атауын жазып шығамыз. Бин дегенге иінімізді жазамыз өзіміздің. Одан соң суммаңызды жазамыз. Бізде налоговый отчетта қанша теңге төлеуіміз керек, соны жазып к оплате деп төлейтін боламыз. Келесі бізде социальный налог. Социальный налог тура солай налоги для ИП-ның ішінен таңдаймыз. Түркістан облысы. Выберите тип платежа деп тұр. Бұл жерде 103-101 КБК кодын таңдаймыз. 103-101 КБК коды социальный налог деп шығып тұрады. УГД-ны таңдаймыз. Қай аудан, қай облыс. Мысалы, Созақ ауданымызда Созақ ауданы. Название ИП. ИП атауын дәл солай жазамыз, иінімізді жазамыз, одан соң сумманы жазып, к оплате деп төлейтін боламыз. Ал егер де пениясын төлейтін болсақ, дәл осы налоги для ИП-ның ішіне кіріп, уақытылы сіздер төлемесеңіздер, өздеріңіздің облысты таңдап, одан соң, мысалы, ИПН бойынша пения төлейтін болсаңыздар, пения по ИПН с доходов не облагаемых у источника выплат